білімді, тәрбиелі, функционалды сауатты болуы мектебіне байланысты. Ал мектептің жүрегі мұғалім. Заманауи мектептің ұстазы жаңаша білім беру әдістемелерін жан-жақты меңгерген және кәсіби білімін үнемі ұштап отыратын өз ісінің шебері болу қажет. Менің жүрегімнің мектебі оқыту жүйесі дұрыс ұйымдастырылған, заманауи әдістемелерді меңгерген мамандармен қамтылған, оқушыларды болашақ тұлға ретінде қабылдайтын өз пәнінің шеберлері жинақталған мектеп. Мектепте білім сапасының жоғары болу үшін не істеу керек? Қажетті факторлар: заман талабына сай жабдықталған мектеп, кәсіби шебер, жаңашылдыққа жаны құмар педагогтар, оқуға ынталы, саналы оқушылар, істелу керек жұмыстар, мектепте білім алуға тиімді атмосфера қалыптастыру, мұғалімдердің жұмыс істеуіне, білім жетілдіруіне жағдай жасау, оқушыларды білім алуға қызықтыра білу. Нәтижесінде менің жүрегімнің мектебінен елімізге адал қызмет ететін, біліктілігі жоғары, жан-жақты құзыретті тұлғалардың шығатынына сенімдімін.